Бүгінгі әңгімеміз наймандар қалай пайда болды, сол туралы қысқаша баяндайын. 6 ғасырдан бастап Алтай маңын, Алтай төңірегін 8 оғыздар тайпасы мекен етті. 6 ғасырдың бас кезінде олар оңтүстік Байқал жақтан осы Алтай жаққа көшіп келді. 8 оғыздар. Содан 8 оғыздар атымен олар басында Теле одағының құрамында болды, тайпалар одағының, кейін түрік қағанатының құрамында болды 8 оғыздар атымен. Одан кейін екінші түрік қағанатын, одан кейін ұйғыр қағанатының құрамында да 8 оғыздар атауымен болды. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін ұлы дала бос қалады. Ұйғырлардың үлкен мемлекеттің астанасы орда болып талқандалады. Қырғыздардың жойқын шабуылы нәтижесінде ұйғырлардың өзі көп бөлігі оңтүстікке, мына Тұрфан жаққа көшеді, қазіргі шығыс Түркістан жаққа. Ұйғырлардың бұрын мекендеген жерлерін жылжып, ақырындап 8 оғыздар иелене бастайды. Солай 10 ғасырда дала одағында, ұлы далада, қазіргі Моңғол жерінде үлкен тайпалар одағы құрылады. Дала одағы. Зубу деп атайды оны, ханзуша. Сүбік одағы дейді. Татар одағы деп те айтады. Бұл одақта екі басты күш болды. Одақтың батыс жағында 8 оғыздарда, шығыс жағында керейлер. Керейіттер. Кейбірінде деректерде 9 татарлар деп те айтады. Енді бұл татар түніндегі мәселе, ол енді басқа әңгіме. Содан 984 жылы ұлы даланы жаулап алмақ болып, Қарақтай деп Қытай әскері түгелдей қаптайды. Бұл кезде қытайлар 10 ғасырдың бас кезінде солтүстік шығыс Азияда керемет үлкен мықты мемлекет құрады. Лияу деп аталатын мемлекет. Лияу ханзушадан аударғанда темір деген сөз. Темір империясын құрайды, темір патшалығы. Жан жағындағы елдерді басып алады, ханзулардың өздерін оңтүстікке қарай сырып тастайды. Солтүстік шығыс Жунканы түгел өзіне қаратады. Содан 984 жылы олар жойқын шабуыл жасап, ұлы даланы бірнеше шайқастан кейін ұлы даланы өзіне қаратады, өз еліне бағындырады. Соның ішінде 8 оғыздарды да. 8 оғыздарды енді өзінің тіліне ыңғайрақ болу үшін олар найман деп атайды. Найман Қытай тілінде. Бұл Қытай ана көшпелі біздің түрік моңғолдарға ішіне кіретін халық. Ханзулар емес. Сол олардың тілінде 8 деген сөзді біледі, найм. 8 деген сөзді. Содан найман аймақ деп атайды. Яғни 8 оғыз тұратын аймақ. Найман аймақ, 8 тайпа тұратын аймақ деп. Солай әкімшілік бірлікте қылады, олар Қытай патшалығының құрамына енеді. Аты найман болып. Енді алым салық төлеп тұрады. Жылда Қытай әскерлері, салықшылар кеп, жасақтар кеп, ылғи бір уақытта күзге жақын көбінесе салық алып кететін. Өздерінің астанасы Шаншин қаласына, Қытайлардың астанасы, Ляо империясына. Содан 1054 жылы таққа Найман аймағында, енді әрбір аймақтың өзінің жергілікті билеушісі болады ғой, оның үстінен Қытайлардың билеушісі қарап отырады, тексеріп. Найман аймағының тағына Қады атты хан келеді. Қады бұйрық деп оны атайды тарихта. Өте жас келеді таққа. 17 жасында ма, 16 жасында ма солай. Әкесі қайтыс болады да, оның орнына тақ иеленеді. Бұның өзі Тегін руынан. Тегін руы өз бастауын сонау түріктердің қағандарынан алады. Бұлмын қағаннан бастап. Сол Тегін руы кейін түрік қағанаттар құлағаннан кейін, олар ыдырап кеткен, ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін ұлы далада
зулбу одағы құрағаннан кейін мына наймандар мен керейлер бастаған далалық одақ. Сол кездерде мына қытайлар бағындырған кезде де сол тегін руының бір бөлігі Ханғай мен Алтайдың аралығында болады. Наймандардың арасында өмір сүреді. Араласа бастайды наймандар тайпаларымен. Керей тайпаларының ішінде де болады. Оңғұт тайпаларының ішінде де болады. Сол ұлы даланы мекендейтін тайпалардың ішінде өзі тегін бөлініп кетеді. Тегін сонда мына негізі ойымызша тарихшылардың көбінің бұл әлгі бұмын қағанның, түрік қағандардың ұрпақтары, әулеті. Бөлініп кетіп қалған әр жерге. Тегін рудан батырлар көп шығады. Қай кезде болмасын. Билер көп шығады. Әсіресе сол тегін руынан шыққан сол және Қады хан өзі хан бола сала бірсыпыра өзгерістер жүргізеді. Қарабалық қаласы алдын ала салынып жатқан кез, ол Қарабалық қаласын орталық қылады, Найман аймақтың. Жазу сызу дамиды. Найман әрпін ұйғыр көне әрпінен алған Найман әрпін алфавитін жасап, соны енгізеді, елге таратады. Білім беру басталады. Сауда саттық жанданады. Көрші басқа аймақтармен. Қытай саудагерлері сол Қарабалық арқылы мына батысқа қарай жылжиды. Көбінесе жылжып, Орта Азиямен солымен сауда жасап отырады. Найман ханы, Қады бұйрық, ол сол жол қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Оның міндетін өзі бір сол болады. Сол әуел бастан өзі ойы болады, түбінде болса Найман елін жеке дара билеу, тәуелсіздік алып беру туралы. Бірақ ол кезде енді мүмкін болмайды. Мына Қытайлар империясы өте мықты болады, Юан империясы. Бірақ бір күндердің күнде қатты жанжал туады. Қытайлардың келген салық жинаушысы түгел бәрі салық жинау болғаннан кейін, жинап болғаннан кейін бір жағдаймен бір жанжал шығып, Қады бұйрықтың атастырып қойған бала кезден қалыңдығын өздерімен бірге алып кетеді, абақтыға жағамыз деп. Сөйтсе, ол Ибаға деген қыз, біз өжет қыз болады, керемет мерген қыз бала кезден, өзі бір 15 жаста. Сол қыз бір ақсақалға алым салық жинап жүрген кезде арға түсіп, қарсылық көрсеткен болу керек. Содан кейін олар байлап матап алып кеткен өздерімен бірге. Сол енді Қады ханның құлағына жетеді, өзі жас жігіт, қидандардың, қытайлардың артынан қуып жетеді. Қуып жетеді де қоршап алып, қызды босатыңдар дейді. Ол менің қызым деп. Қытайлардың басшысы, сен қалай сөйлесін бізбен? Бізге бағынышты қалсын. Біз императордың адамдарымыз деп баяғы. Дейдің, Хуан дейтін адамдарымыз деп. Оларды өздерін Дей император деп атайды, Ханзу тәртібі бойынша. Сөйтіп, қарсылық білдіреді. Сол кезде жекпе-жекке шығып, бір нәрсе қып, жарылып, ана жасақ басшысын. Сол жерде қырғын жанжал басталды, ұрыс. Наймандар жағы көптеу енді, көптеу жасақ ертіп әкелген. Қытайлар кейін шегіне бастайды. Ибаға сұлу өзінің жанындағы біреудің садағын тартып алып, бірнешеуін өлтіреді қытайлардың. Сөйтіп, қытайлардан 5-ақ кісі қашып құтылады. Қалған түгелдей кісілерді жерлеп, берген заттарды елге алып келіп, Қарабалық қаласына түгелдей әр үйге таратып береді. Содан бір айдан кейін үйленеді Ибаға сұлуға, Қады бұйрық. Содан кейін ендігі жылы өзі түгелдей салық жинайды, Найман елінен, Найман аймақтан Қытай патшасына жібереді. Осылай міне осындай болды, сіздердің өздерінің салықшыларының кінәлі, мен міне өзім жинап берем. Енді мен жинап берейін жыл сайын деп. Ана Қытай патшасы сол кезде ханзулармен соғысып жатқан, оңтүстікте Сун империясымен. Сол рұқсат береді, жарайды деп. Өйткені мына күшін бөлгісі келмейді екі-үш жаққа. Ханзулармен қатты соғыстар жүріп жатқан кез. Содан Қады бұйрық гүлдендіре береді Найман аймақты. Басқа қалалар салынады. Әсіресе мына батыс жақта өзі 2 қала үлкен болады. Мына Ханғай таулары жақта, Орхон өзенінің бойында Қарабалық қаласы. Бұл Найман хандығының кейін астанасына айналады.
Одан кейін мына шығыс Алтай жақта, күнгей Алтай жақта Қараецкий де алыс емес ол. Ақбалық қаласы. Одан кейін қалған шағын қалашықтар болады. Енді қалашықтар дегенде әрине ол кезде біздің дала халықтарымызда аз болды дала халықтарының. Найманның ең гүлденген кезде өзі 12 ғасырдың аяғында Инаншы хан билеген кезде халқының саны 400 мыңдай болды. Ең көп әскер 80 мыңдай әскер шығарды, атты әскер. Ал ол кезде мына айтылып жатқан оқиға кезінде енді 11 ғасырдың жартысына таман бұл өзі бір 200-250 мыңдай болған шығар енді. Бұл аймақтың халқы. Содан сауда саттық өркендейді. Жолдан әлгі Қытайлар мен Орта Азияның арасындағы байланыстан жолдан Найман елі де пайда табады біраз. Халықтың тұрмысы жақсара бастайды. Қарақытайлар ханзулармен соғысты бітіреді, Сун империясымен. Содан кейін бар күшін етіп, жинап, мына 1069 жылы Қады ханды түгелдей қайтадан бағындыруға, ешқандай түксіз әлгі түгелдей қайтадан шектеусіз билік жүргізуге арнап үлкен жорық жасайды қайтадан Найман аймағына. Содан қатты шайқас болады. Қады бұйрық 30 мыңдай әскер жинап алдынан шығады. Қанғай тауының оңтүстік жағында бір үштөбе жер, сол үштөбеде өз қолын үшке бөледі, ортан қолда дей шегіндіреді. Қытайлармен бетпе-бет келгенде. Қытайлар жап беріп, ортан қолға запатармағай шабуыл жасағанда, ортан қол сол төбеге шығып кетеді. Сол төбені тікелей шабуылмен алып жатқанда, қарсы алып жатқанда, екі жақ бүйірден, қалған екі төбеден Найман қолы қоршап алады. Қытай әскерін қоршап алады да, қараңғы түскенге дейін қатты соғыс болады. Қытайлар көп адамнан айырылады. Да, одан түнде бір айла жасап, Қытайлар көп оттарды жағып, түннің ортасында ақырын бір өзен жағалауының бір жолымен тығылып, жарымен, астымен кетіп қалады, қашып. Бір шағын отряд қалдырады. 5 мыңдай ма сондай. Сол жасақ таңертең Наймандар тұрғанда сол жасақ қарсы алады. Қалған қол Қытайлардың кейін кетіп қалады. Сол шағын жасақты түгел жояды. Қады ханның бұйрығы бүкіл далаға жайылады. Енді тұңғыш рет Қытай әскерін тұңғыш рет ойсырата жеңді деп. Содан бастап қайтадан енді қауым салықты өзі жинап, қайтадан император қаласына Шаншинге қайта салық жібереді да, енді хат жолдап, мен өзім ішкі жағдайымды өзім реттеп отырайын, салық төлеп отырайын. Бірақ та сыртқы саясатта сіздерге бағынғанмен, енді бізден әскерді аз алып тұрыңыздар. Бізде әскер жоқ, оны салық берем, төлеп тұрайын. Бұрын әскер алып тұратын кейде Наймандардан жинап, басқа соғыстарға қарай. Солай ішкі саясатта автономияға ие болады. Қады хан өзі өлгенше 1086 жылға дейін өзі мықты басқарып тұрады. Қады хан өлгеннен кейін қидандар, Қытайлар қайта бағындырып алады. Бірақ сонда да бұрынғыдай ішкі саясатын толық бағындыра алмайды. Содан осы Қады хан алғаш болашақ Найман хандығының базасын салады, негізін қалайды. Өзі заңдар жинағында жүргізіледі, әдет заңына негізделген. Осы Қады ханның заманында тегін руы түгелдей Найманға сіңіп кетеді, төре руына айналады. Сонымен 8 тайпа Найман, ол бұнадай болады. Қанғай мен Алтайдың солтүстік жағында, көбінесе батыс жағында, солтүстік жағында төре руы жайлайды. Ішінде Қарабалық қаласы да бар. Шығыс жағында, осы екі таудың аралығында, Ақбалық қаласына дейін Ақсауыт руы тайпасы Найманның ие болады. Найманның солтүстігінде Барлас Найман тайпалары болады, Көшеуіт Найман тайпалары болады. Көшеуіт Наймандар солтүстік шығысында, Барлас Наймандар солтүстік батысында, Алтай тауына жақын. Батыс жағында Найманның Ертіс бойын түгел жағалай Қанлы Наймандар болады. Бұл Қанлы Найман дегеніміз, мына Қанлы елі Ертістің ар жағында болады да,
бұл шекаралас болғаннан кейін енді қамлы түрік тайпалары бәрі бір бірімен араласып, сол араласқандармен араласқан болу керек осы наймандар, қамлы наймандар дейді. Шығыс жағында керей наймандар деген тайпа болады. Бұл шығыс жағында керейлермен көршілес болғандықтан екеуі де түрік халқы араласқан наймандар, керей наймандар деп аталады. Оңтүстік батысында түрмен наймандар болады, 7-ші тайпа. Оңтүстік шығысында бетеген наймандар орналасады. Міне осындай 8 тайпа. Жан жағындағы енді елдер туралы, одан кейін Найман хандығының құрылуы туралы қалған басқа оқиғаларды кейіндегі кезекте хабарлаймын, айтатын боламын.